через Каспий арқылы болады. Первоначальный взнос бар ма жоқ па? Керемет мотоциклдермен танысқалы тұрмыз. 1,5 тоннаға дейін артады. Мынау бушный мынау мотоциклді 1.280.000 алатын болса, тағы да не бар қосылып беріледі? Толық сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Ассалаумағалейкум. Міне бүгін 2 октябрь Алматыдамыз. Мынандай мотоциклдерді көрейін деп жатырмыз. Өзі көтеріліп түсетін, гөң таситын ауыл арасында, мысалға мынау борттың арасы 2 метр болатын болса, мынау 1.20 екен да, борттың арасына кіріп кете береді. Өзі кіріп, аударып, тастап шығып кете беретін сондай бір керемет дүние болайын деп тұр. Құдай қаласа. Қанша кило көтереді бұл? 500 килограмм. 500 кило көтере ма? Бұл электрический ма? Электрия. Қанша километрге дейін жүреді? 60 километр. 60 километрге дейін жүреді. Қанша сағат зарядтау керек? Бұл зарядкасы 7 сағат. 7 сағат 60 километр жүреді. Қанша теңге бұл? 550. 550 мың теңге ма? Бұда да документ жоқ қой, Я без документ. Объем қандай бұда? Бұл объем айтылмайды. Бұл электр жаңағы 1000-дық компьютер, 1000-дық мотор деп айтылады. 1000-дық компьютер, 1000. А егер компьютер жаңа күйіп кететін жағдайда болса, қандай көмек болады сіздер жақтан? Бізде запчасты ремонт бәрі өзімізде бар. Запчасты ремонт. Ол ақша ма или ремонт или қалай болады? Бұларда негізі гарантия болмайды. Гарантия болмайды, а? То есть ремонт уже ақша болады. Ақша болады. Запчастар ақша, я? На екеуі де не ма? Бушный ма? Екеуі де 550 мың теңгеден. Қанша жыл болды айдалғанына бұның пробег ма или қанша болды? Жыл болған жоқ бұлар. Осы Алматы қаласында жүрген мотоциклдер ма? Все, осындай да варианттар бар екен. Ағайындар, мына 550 мың теңге саудасы бар. Келсеңіздер болады, көрсеңіздер болады. Электрический 60 километрге дейін жүреді. Бір зарядка мындай кілтпен от алады екен. Керемет екен. Кілтін қалтаңа сақ қойып кете бересің. В общем, бұны айдау түк қиын емес. Борттары былайынан ашылады. Борттар мына жерде сиденьясы бар екен. Ашсаң сиденье, короче, отыратын, адам отыратын. 2 адам сияды. Ені 1.20 ғой, ені аға, Ені 1.10. 1.10 екен. Ұзыны 1.60. Ұзындығы 1.60, ені 1.10 екен. Бұл да керемет дүние екен. Ақшасы аз кісілер болатын болса, осымен жайлап бастаса болады екен. Мына жерін тест қойса, шурповермен, дрельменше, тест мынандай көп тест қоятын болса, гөң тастайды, ішіне су жүреді. Ар жаққа барам дегенше су тасылады да, сонымен сразу бортқа тастай беретін болады. Міне осындай керемет дүниелерді сіздерге көрсетіп жатқан жайымыз бар. Мындай цилиндрмен көтерілетіні бар, мотор движок бензинмен екен, 1.280 деп тұр. 1,5 тоннаға дейін артады. Мына борттың арасы 2 метр болатын болса, борттың арасына ровно сияды мынаушы. Гөңді әкелесіздер де осылай аударып кете бересіздер. Рабочий адам керек емес бұл жерге. Бір адам керек, жайып отыратын болды. Мотор жағын документ бар ма бұда документ? Полный пакет документі бар екен. Госномер қойылу керек, егер қалада жүрген болса, қалада жүретін мотоцикл болатын болса. Ауылға керек емес, я? Госномер. Ауылға керек емес. Объем қандай? 200 куб объем. Моторға 1 жыл гарантия беріледі. Алдында вентилятормен, в общем, охлаждение көрініп тұр жаңа екені. Мына пакеттермен сиденьясы үшін короче. Пакет 100-ге 4 литр жейдіген. Тахометрлері 120 км сағаттен жүреді үшін. Мынау 20 литр бак. Мына жерге анау-мынау, короче, сигарет, пиваларын сақпая бересіңдер. Инструменттерді, пласкауыт, анау-мынау. Енді мына мотоцикл керемет екен енді. 1.280 болатын болса, стоит екен. Қаншама жыл жұмыс істеп береді. Ақшасын өтейтін сенімдіміз ғой. Көп жұмыс істемейді өйткені бұл гөңде. Басқа да жұмыстарды істетуге болады. Бұның скорості қолда екен ғой, а? Пониженный, повышенный. Нижний, повышенный, пониженный екен мынау. Сцепление. Механикалық без скорость. Вот сцепление. Скорость аяқта бұның? Задний бір скорость мына. Аяқта ма? Клең алдыға аяқта. Мынау артқа баса артқа жүреді, алдыға баса алдыға жүреді. Қайсы артқа баса? Мынау артқа баса артқа жүреді, алдыға баса алдыға жүреді. Мынау без скорость. Мынау без скорость. Клең алдыға. Мыналар не мыналар? Мынау ручник, қолдырмыз. И мынау жаңағы мына цилиндрді көтеретін решектар. Мынау ше мынау? Мынау жаңағы шерезіні раздавканы
бөледі, кардан арқылы көтеріледі ғой. Кардан Жаңағы арқылы. Май. Мынаны былай несі, май арқылы, мына цилиндрді. Май арқылы, өзінен өзі уже, иә? Дөңгелектер қай размер мынау? 5.00-12. 5.00-12 ма? Запас дөңгелектер бар ма бұда? Енді мотоциклмен бірге бөлек, әделі бөлек Сатылатыны бар, иә, негізі, иә? Мына осы, дәл осы мотоциклді 1.280.000 алатын болса, тағы да не бар? Қосылып беріледі. Тек қана мотоцикл. Тек қана мотоцикл, ешнәрсе қосылып бермейді басқа, документі бар, иә? Все, осындай түрі бар ағайындар. Көрем десеңіздер. Өте керемет дүние екен. 800 килоға дейін көтередіген, бірақ көтерген оқта қолмен көтередіген бортты. Мынау электрический екен да, бірақ электрический екен. Мынау батареясы. Қанша километрге жетеді? Қанша километрге жетеді? 60 километрға дейін жетедіген. 220 ма? 220 ма бол? Жоқ, мынау электр компьютері 1200, моторы 1200. Аккумулятор 5 аккумулятор 45. 60 волттық. 60 километрға дейін жете ма? Қанша уақыт заряд дейді оны? Енді полный зарядкасы бір 7-8 сағат заряд. Қанша километрін сағатпен жүреді бұл? 40-45. Міне, ассалаумалейкум қазақ елі, міне Алматы қаласына келіп тұрмыз. Бүгін 2 октябрь күні. Аға, есіңізді айтып жіберсеңіз. Ермек ағамыздың мынау магазиніне келіп тұрмыз. Керемет мотоциклдермен танысқалы тұрмыз. Аға, мынау осы наличка ақша жоқ десе, бұл қалай болады? Кредит сондай жобалар бар ма? Иә, болады, через Каспий арқылы болады. Через Каспий. Қанша процент Каспийіңіз? 15%. 15%. Сіздер оларды шығарып бересіз, первоначальный взнос бар ма қанша?